Биоревитализация бұл жүз терісінің ерте қартаюының алдын алушы инъекцион процедура болып, терінің актив регенерациясында қатнасатығын гиалурон кислотаны тері ішіне кіргізу болып есептелінеді. Гиалурон кислотасы негізінде адам организмінде табиғи түрде синтезленеді, бірақ 25-30 жастан кейін гиалурон кислотасының синтезленуі, яғни ислеп шығарылуы төмендеп бастайды. Бұның нәтижесінде болса, теріде сусызлану халатлары, тері құрғақласуы, теріде жирықтардың пайда болуы, тері эластиклігінің төмендеу халатлары жүзеге келіп шығады. Биоревитализация жәрдемінде болса, жүз терісін азықтандырып, жүз терісінің эластиклігін жақсылауға, кеңейген пораларды тарайтуға, угриден қалған шырамларды жоқ етуге, hamda жүздегі әрқилы дақтыларды жоқ етуге ерсеңіз. Биоревитализация процедурасын қабыл ету айына 1 мәрте болып есептелінеді, ал курс давамлылығы 3-4 мәртеге шейін давам етеді. Егер де сіз биоревитализация процедурасын қабыл етпекші болсаңыз, сізді клиникамызда күтіп қаламыз.